Сәлем оқырман, бүгінгі эфир Шерханға қызыққа толы болды. Еш күтпеген жерден үміткер болып Қымбат келді. Білмейтін көрермен болса айта кетейін. Қымбат осы 3-ші маусымның қатысушы болған. Шерхан екеуінің арасында бір қосылатын ойлары да болғандай, бірақ жүзеге аспады. Қымбат сол маусымда өзінің бұрынғы жігіті Арсенмен қайта қосыламын деп шығып кеткен еді жобадан. Қосылғанында эфир сыртында, Instagram желісінде көрген едік, бірақ қазір үміткер болып келгеніне қарағанда бәрі біткен секілді. Қатысушыларға Ақботаның реакциясы ерекше болып көрінді. Әдемі үміткер келгесін Шерханды қызғанып қалғандай болды. Шерханда үміткерге сұрақ қойғанда Ботаның қылықтарын ескергендей болды. Ара қатынаста ұрыс болғанда шет елге кете бермейсіз бе, қысқа киініп жүресіз бе деген сұрақтар болды. Оған Бота қатты ашуланып, мені қозғамауымды сұраймын деп Шерханға бір ескертуін білдірді. Шымылдық ашылғанда Шерхан Қымбатты көріп таң қалды, бірақ шынымен көңіл-күй көтерілгендей болды. Шынайы келді ме екен Қымбат, әлде басқа ойлары бар ма? Қандай пікірдесіз оқырман? Араларында сезім оянып жұп бола ала ма? Әлде бұрынғы ғашықтарына қайта қосыла ма? Әлде Ботаны қызғандырғысы келіп әдейі шақырды ма Шерхан? Күндері алдын Қымбат екеуі TikTok желісінде тікелей эфирде отырған екен. Кім білсін? Бірақ Шерхан түбінде Ботаға қосылатын секілді, екеуі өте әдемі жарасады. Бір-біріне сезім бар екені анық. Тек бір мінезді кішкене артқа ысырса, той күтетін жұптардың бірі деп ойлаймын. Қазір екеуі бірге болмаса да, күндер өте көрерміз. Біреуі басылып қайта қадам жасап, жұп болып кетер әлі алдыда, ал қазір жай ғана көруіміз болмаса. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік.